Тұқым мәселесі. Біз айтты, қазіргі таңда 1,1 миллион тонна астық бар. Қазір Агроэкс тарапынан сараптама жүргізіледі. Тұқымға жараған жағдайда шаруаларға тауарлық несие ретінде беріледі. Елдің барлығы сіз сияқты үлкен шаруа қожалығы емес. Бірінші репродукция егетін, екінші, үшінші, төртінші, бесінші репродукцияға дейін егетіндер бар. Сол себепті ол жағдайларда қарастыру керек. Бұл репродукцияға байланысты емес, бұл сортқа байланысты, репродукцияға байланысты емес. Қосымша, егерде тұқым дұрыс болатын болса ғана беріледі дедім. Егерде тұқым қажеттілік жағдайында Прот корпорацияға Ресей тарапынан қосымша тұқым сатып алып, оны бөлеміз дедім. Аяғына дейін тыңдау керек. Жарай, ұсыныстарыңызды Зерновой союз айтып жатқан тұқымға импортты талқылаймыз әріптестермен бірге, шешеміз ол мәселені. Мен сіздің жауап берейін, мен сіздің баяндамаңызды толық аяғына дейін тыңдадым. Мен сізге айтып жүрмін, сіздің ұсынып жатқан ана агроэксперттікке бар жатқаның ол да уже ненің саланы түсінбеуі. Сондықтан да мен сізге айтып жатқаным, сіз маған мұндай анау менің мекемем қандай бірінші, екінші